Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге пеште пісірілетін асқабақ пен тауық етінен жасалатын өте дәмді тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Мен каналыма тіркеліп, жанында қоңыршаны баса кетіңіздер. Алдымен бізге қажетті көкөністеріміз картошка, пияз және асқабақты жуып тазартып аламыз. Және де осындай тауықтың төс еті қажет болады. Оны ортасынан екіге бөліп, осылай майдалап тураймыз. Достар, менің каналымда асқабақ пен тардан жасалатын кашаның рецептісі бар. Оның ссылкасын жоғарыға қалдырып кетемін. Ең алдымен біз тауық етін тұздап қоямыз. Ол үшін дәміне қарай тұз және де бұрыш қосамыз и араластырамыз. Сосын бетін жауып бір жерге қойып қоямыз. Тұзы бұрышы сіңіп тұруы қажет. Асқабағымызды қатты майдаламай осылай тураймыз. Және де картопты да, пиязды да дәл осылай қатты майда етпей турамыздар. Себебі пеште піскен кезде бәрі езіліп, кішкентай болып қалады. Көкөністерімізді листке саламыз. Оның үстінен тауық етін салып, осылай жайып аламыз. Үстінен черри помидорын қосамыз, немесе кәдімгі помидорды қоссаңыздар да болады. Бөлек ыдысқа соусымызды дайындаймыз. Бізге сливке қажет болады. Және де осындай дәмдеуіштерді қосамыз. Мен барлығын описанияға жазып кеттім. Не қосатын, қанша мөлшерде қосатын. Барлығын осылай қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған соусымызды осылай формаға құйып шығамыз. Және де қолмен араластырамыз. Пешімізді алдына 180 градуста қыздырып қоямыз. Шамамен 50-60 минуттай пісіреміз. Мінекей тағамымыз дайын болды. Бұл тағамды түскі асқа немесе кешкі асқа дайындауға болады. Өте дәмді шығады. Видеом ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Балжан, және менің каналым қазақша рецепт.